Баршаға сәлем, бұл Miratrix. Кеше ғана Оскар өтті, және де сол Оскарда екі камбэк жасаған кісі бар. Біреуі ол Ки Хи Квон. Mom, I just want an Oscar! Кішкентай кезінде бір Голливудта түсіп, сосын «Все везде и сразу» деген фильммен қайта оралған кісі. Екіншісі Брендон Фрейзер. Сол адамның өмірбаянына кішкене шолу жасағым келеді. Қызық болса қалыңыздар. Брэндон Джеймс Питер ұлы Фрейзер 1968 жылдың соңында дүниеге келеді, және төрт жігіт ер баланың кенжесі. Әкесі Канада туризм министрлігінде жұмыс істейді, және бұл отбасы өте көп саяхаттайды. Және де кішкентай Брэндон саяхатты жақсы көреді, және де сол саяхатқа деген сүйіспеншілігі кейін өз рөлін ойнайды мансабында. Брэндон кішкентайынан әртіс болам дейді, кішкене оқуға қызықпайды. Содан әке-шешесі 11 класты, соңғы класты оқу үшін оны Техасқа жібермекші болады, еркелемесін деп. Бұл бала саяхатты жақсы көретін бала. Техасқа бара жатып, жол жөнекей Лос-Анджелеске кіретті, ақыры сол жерде қалады. Үйден жіберер кезде әке-шешең айтады, кім күтіп тұр сені ол жерде? Кімге баратсың деп. Сондай бір әңгіме болады ғой. Так вот, Брэндонды шынымен біреу күтіп отқандай болды сол кезде. Өйткені Голливудқа кіре салысымен бірден бірнеше рөлге түсе бастады. Мансабы жоғарылады, жұлдызы резко жанып кетті. Бірақ сосын тура солай резко сөнеді, бір оған әлі жетеміз. 1992 жылы ол бірден 3-4 фильмге түседі. Және де 92 жылы сол түскен бір фильмдерінің бірі ол «Школьный узы» деген. Оны сол кездің Американың бір тоқсаны десең болады. Өйткені онда 4 жас ешкім білмейтін актер түседі. Олар Брэндон Фрейзер, Крис О'Доннелл, Мэтт Деймон және Бен Аффлек. Ақыры Бен Аффлек пен Мэтт Деймон бір 5 жылдан кейін Оскар алады. Крис О'Доннелл үш ноянға түседі, сосын Бэтмен мен Робинға түседі. Екеуі де прокаттың ыдыраған кезде мансабы бітіп қалады. Ал біздің Брэндон продюсерлердің көзіне түседі. «Пустоголовый» деген фильм бар, соны атаған жөн. Өйткені ол жерде Брэндон мансабында бірінші рет бір түрлі бір тентекті ойнайды, ірі денелі, және де өзі үшін жаңа бір әлемді ашып атқан тентек. Сол кейіп кәдімгі жабысып қалады актерге. Өйткені 1997 жылы «Джордж из джунглей» деген фильм шығады, Тарзанға пародия. Тура сол кейіп, ірі денелі, бір түрлі тентек жаңа бір әлем ашып жатыр. Және де сол қалыптасқан кейіпте Брэндонның жұлдызы жанады кәдімгі. Соған қатар айтып тұрмын ғой, бір жылда 2-4 фильмге түсетін Брэндон 97 жылы «Джордж из джунглей» мен «Джордж из джунглейден» басқа «Боги и монстры» деген фильмге түседі, өзінің драмалық бір талантын ашады. Және де сол кезде ол бүйтіп қарайды, балаларға ұнайтын фильмдер көп, олар көп ақша алып келеді. Мысалы, «Джордж из джунглей» кірді, бәрін шулатты деген сияқты, оның алдындағы ғана бір 90-ы бар. Мынаяқта бір драма бір фильм бар, өте күшті болды. Сөйтіп, ана ойланады да, бүйтіп, мен кішкентайларға арналған фильмдерде түсемін дейді, кішкене мансабын құртып алады. Сол кезде драманы таңдағанда мүмкін басқаша да болар еді. Бірақ ол көптеген детский фильмдерде түседі, олардың бәрі прокатты құлайды, өйткені балалар әке-шешесіз кинотеатрға бара алмайды, көре алмайды ананы. Дегенмен 1999 жылы білмеймін, менің буыным үшін өте бір ерекше фильм шығады. Елестетіп көріңіз, 99 жыл. Ол кезде «Матрица» енді шығып жатыр, жоқ әлі. «Джек Воробей» деген жоқ әлі. «Властелин колец» жоқ, «Гарри Поттер» жоқ. Еш нәрсе жоқ. Сол кезде Universal студиясы 30 жылдардың классикасы «Мумия» деген фильмді қайта түсіреді, және Брэндон Фрейзерді басты рөлге шақырады. Анау «Мумия» деген жарады кәдімгідей, біз кассетаны сындырып тастайтынбыз, до того көріп ше, бәріміз шаш өсіріп, бүйтіп, мынаны бөліп, әлі жүрмін, 99 жылдан бері. Сөйтіп Брэндон Фрейзер бір түннің ішінде жарық жұлдызға айналып, Брэд Питт, Джонни Депп, Киану Ривз дегендердің бәрі артта қалады, алдында Брэндон Фрейзер болады. Сондай биіктіктен құлаған кісі, ойлап көрсеңдер. Қызықты факт, «Мумияға» Том Крузды шақырыпты о баста, бірақ Том Круз ой мен түскім келмейді, что маған ұнамай жатыр дейді. 2017 жылы сол фильмнің ремейкіне түседі, оны ешкім көрмейді ана фильмді бар ғой. Сөйтіп Том Круз кел түс деген кезде келмей, сосын барып почти шығады.
Брендан Фрейзер екінші мумияға түседі 2002 жылы. Бәрі керемет, бәрі жақсы. Балаларға арналған фильмдерде түсіп тұрады анда-санда, ол прокаттан құлайды, бірақ оны ешкім байқамайды, өйткені мумияның екінші бөлімін бәрі күтіп отыр. Лавантёрдай бар ғой кезіндегі. Сол фильмнен кейін кішкене көз тиеді ма Бренданға, білмеймін, оны басқаша сипаттау өте қиын. Өйткені 2003 жылы бір тусовка дейді ғой, бір кеште жүреді Брендан Фрейзер, сөйтіп оған Филипп Берг деген кісі келеді. Филипп Берг шетел бақ өкілдерінің ассоциациясының директоры. Сөйтіп сол кісі келеді да кішкене Бренданды санынан сұрайды, ұстайды бірінші. Сосын қалай айтсам болады, саусағын тығуға болмайтын жерге саусағын тығып көреді. Сөйтіп Брендан Фрейзер өте тәрбиелі, өте сыпайы жігіт. Сол кезде шок болып қалады кішкене. Шок болып қалады да Бренданның айтуы бойынша мен жылағым келді дейді сол кезде. Өйткені мен бір автобуста қалып кеткен 5 жасар қыз сияқты сезіндім өзімді дейді. Содан сол сәттен ол кішкене жабыла бастайды, адамдармен араласуды қояды, фильмдерге шығудан қорқа бастайды. Және де 2002 жылы оған тағы тұңғыш рет әке атанады да, оның баласы аутизм деген ауруға шалдығады. Сол екі событиядан кейін кішкене Брендан депрессияға кішкене бірінші қадамын басады дейікші. 5 жылдың ішінде 2002-ден 2007-ге дейін Брендан қолындағы барынан бәрінен айырылады. Мәнса бағдырайды, өйткені прокаттағы фильмдерінің бәрі төмен баға алады, прокатта ақша жинай алмайды. Әйелімен ажырасады 2007 жылы, одан кейін анасы қайтыс болады. Сөйтіп соның бәрі жинақталып, Брендан Фрейзер 15 жылға депрессияға кетеді, оны ұмытып та қалады барлығы. 2008-де 3-ші мумия шығады, ол да ешкімге керек емес, ол да прокаттан құлайды. Осы жерден кейбір, мысалы, рок-музыканттардың өмірбаяны бітетін де шығар, өйткені ондайға шыдау қиын негізі. Бірақ Брендан шыдамы бар жігіт, және де оны құтқарған саяхат. Нақтырақ айтсам, түннің шетіне саяхат деген фильм бар 2006 жылғы. Ол 6 миллионға түсіріліп, прокатта 1,5 миллион жинаған фильм. Негізі нашар фильм, ешкімге ұнамаған фильм, дегенмен оның да бір рөлі бар Брендан Фрейзердің мансабында. Өйткені Даррен Аронофски деген режиссер 10 жыл бойы бір фильм түсірмекші болады, және де басты кейіпкер іздейді өзіне. Сөйтіп бір күні телевизорды бүйтіп қарап отырып, сол фильмнің трейлеріне тап болады да, Брендан Фрейзерді көрген кезде осы кісі ойнап береді деп айтады. Өйткені Брендан Фрейзер, есіңізде ғой, драмада өте жақсы ойнайды негізі. Соны Даррен Аронофски есіне түсіреді да, Брендан Фрейзерді шақырады. Ақыры Кит деген фильм түсіреді екеуі. Кит фильмінің тұсауын Венециялық кинофестивальде өткізеді, және де сол фильмді көрген адамдар Брендан Фрейзерді естеріне түсіреді, және де бірнеше минут қошеметтеп тұрады актерді. Ондайды 15 жыл бойы көрмеген кісі жылап жүреді. Қанша қиындықтан өтіп, осы бір нүктеге жеткеніне өте күшті видео. Кит фильмін сыншыларды жақсы көреді, олар Брендан Фрейзерді Бафтаға ұсынды, Алтын глобусқа ұсынды, кешегі мысалы Оскарда да Брендан Фрейзер сол Кит фильмімен көзге түсті. Және де келесі жылы да Оскарға кіріп қалуы мүмкін, өйткені 2021 жылы ол Леонардо Ди Каприомен және Роберт Де Ниромен Мартин Скорсезенің жаңа фильміне түсті. Және де биыл оның да тұсауы кеседі. Мартин Скорсезенің әр шығарған фильмі ерекше бір қошеметке ие болады. Сондықтан нағыз камбэк деп осыны айтуға болатын шығар, білмеймін. Қанаттарың талмасын дегім келеді. Келесі кездескенше сау саламат.